Assalamualaikum stüdentler. Bugünkü sabahımız seminar sabahı. Bugünkü temamız Özbekistan Respublikası Gareslikке Erişүү Karşısında деген temасы. Endi seminar temасы алдынан берildi. Hammaңыздар bilesiz, сондай болса да тема боюнча азгынтай маалымат берип кетсек, лекцияда да айтылды. Gareslikке erişүү каршылыгында Өзбекстанда үлкен саясий жагдайлар болот. Оны hammaңыз билесиз, 80-90 жылдарда Өзбекстанда тактасы өзбектер иши бұрынғы советтер ауқамының ең соңғы қатарлық саясаты болады. Кейін Өзбекстанда саяси жағдайлар, Ферғана уақиғасы, Наманган уақиғасы болады. Мысалы, 89 жыл Ферғана уақиғасында түркия мен өзбектер ортасында алауыздық, яғни бұл экстремистік әрекеттердің араласуы нәтижесінде екі милләтлер ортасында алауыздықтың келіп шығуы бұл Өзбекстан Gareslikке erişүү қарсаңында болады. Hamınız bilesiz, Özbekistan Gareslikке 1989 жылдан бастап әрекетін бастады. Бірінші қадамы өзбек мемлекеттік билігін алу өзбек тілінің. Кейін Gareslikке ұмтылып отырған уақытта Өзбекстанда әртүрлі экстремистік жағдайлар нәтижесінде бұқаралық ұрысты қалыптастыру жағдайлары бізде келді. Бұл жаңа айтып отырған Ферғана уақиғасы мен тарихта қалды. Өзбекстан Республикасы бірінші президентінің Gareslikке erişүү қарсаңында деген кітапта да бұл жазылған. 1989 жылы Ферғана уақиғалары келтірілген. Яғни бұл Өзбекстан Gareslikке ұмтылу уақытында саяси жағдайлар қандай еді Өзбекстанда? Өзбекстан Республикасының президентінің істеген әрекеттері, халықты бірлестіру жолында әрекеттер, 89 жылғы уақиға, 90 жылғы Наманган уақиғасы, 91 жылғы уақиғалар, бұлардың бәрі Gareslikке erişүү қарсаңында болған саяси жағдайлар еді. Бұл уақытта халықтың жағдайы қандай болғанын hamma біледі. Бұрынғы ауқам отыру уақытында 15 республиканың экономикалық жағдайы да ауыр еді. Кризиске түсіп қалу жағдайы жоғары еді, яғни жұмыссыздар саны көбейген, халықтың дараматы жоқ, яғни дерлі айлықтар уақытында берілмейді, магазиндерде дерлі азық-ауқат өнімдері жоқ, азық-ауқат өнімдері белгіленген дәрежеде мұғдарда шаға ағзаларына қарап берілген. Бұл уақытта саяси жағдайлар жүр кескін жағдай. Сондай болса да Өзбекстан Республикасы бірінші президенті Өзбекстанның Gareslik үшін әрекеттерін бастады. Енді жаңағы Gareslikке erişүү қарсаңында деген кітапта оқыған болсаңыз, өзі бір айға жететін ғана бидай болады. Өзбекстанның Gareslikке erişүү уақытында қабылданды. Бір аптеге жететін бидай болса да халықты бірлестіріп, ізіне халықты ертіп, Gareslik дегеннің не екенін түсіндіріп береді. Yani түсіндіріп бере алған адам халық деп. Hamınız bilesiz, нешеден артық милләтвәкіл жасайды Өзбекстанда. Yani сол халықты бірлестіріп, ізіне ертіп, Gareslik'тің не екенін түсіндірген адам, түсіндіріп берген, шекар салып берген адам, оны hamımız білеміз. Енді бүгінгі семинар темасына таярланып келген болсаңыз, sadece топарларға бөліп, әрқилы методларда сабақты өтуге әрекет етеміз. Онда семинарға таярланып келген болсаңыз, онда бастаймыз. Автономасы асырылды. Бұл көрсеткіш 1980 жылдардың орталарында 6 миллион тоннаға дейін жеткерді. Бұл Өзбекстан үшін жүдә үлкен мұндар еді. Һәм Өзбекстанның Урал комитеті басшысы Шарап Рашидов бұндай мұндарды режидегі ақтаны кетірудің қиыншылығын білген алда қосып жазылып саясатын жүргізген тек Шарап Рашидов емес, Өзбекстан үкіметінің төбесінде басшысында отырған көп басшылар сол ережелерді қосып жаза бастады. 89 жылдар аралығында бұл қайта құру астияқы демократияласа бастады. Көп қана қалыссіздерге қол ұрылды. Әтте бұл дәуірде социалист мемлекет есептелінген совет ауқымында жеке бизнеске ұқсап келетін темір қожалыққа шөгемлестірілді. Бұнан тегеған мақсат Михаил Сергеевич Горбачев социалистік түзімнен ваз кешуде қадам-қадам әмелге асырудың жолын іздеген еді. Соның нәтижесінде бұл кризис жүдә айқын білінді. Тек 1982 жыл Брежневтің өлімінен кейін Юрий Андропов келеді. Юрий Андроповтың дәуірінде коррупцияға қарсы күресу дәуірі болды. Оның қатал саясаты нәтижесінде көп қана коррупциялық әрекеттерге қарсы тергеу жұмыстары басталды. Бұл тергеу жұмыстары 1983 жылдары апрель айы. Манчестер 90 жылдарда яғни
және ham бұрынғы Эстерде жүз берген саяси процестермен байланысты болып есептелінеді. 1989 жылы 23 июньда Өзбекстан ССР басшысы лауазымына келген Өзбекстан Республикасының бірінші президенті Ислам Каримов бұндай игілігі жұмысты әмелге асырған шахс болып есептелінеді. Тегеран Өзбекстан Республикасының бірінші президенті Ислам Абдухамедович Каримов 1989 жылы мемлекет басына келгеннен кейін оның әмелге асырған ахмет іс-шараларының бірі 1989 жылы 15 августта Өзбекстанда бар болған колхоз ham совхоз қызмет уәкілдері, мұнан тысқары бұқаралар, хатшылар шахсыларға декабрьнан мемлекет аймағынан жер ажыратып беру ham олар үшін үй-жай құрылыс ісілерін жүйелендіру болып есептелінеді. Экономикалық, социалдық һәм мәдени рауажануы juda hamon-bosqich bo'ldi. So'g'an qaramasdan yengasi xalqning ideologiyalari jaqda tikluvga harakat etadi. Tikarning ekonomikaning siyosatdan ustunligi, mamlakat tikardan bas reformalar, bundan tashqari nizom ustunligi, kuchli ekonomikalik qo'llanmaga ega bo'luv ham tikarni reformalashda bosqich amalga oshirib, buning ustida tikarda mamlakat rivojlanuvining tikarga бағдарламалары ісіп шығған. Ham hozirgi rivojlanuvning bugungi ko'rinishi buning o'sha davrda amalga oshirilgan ishlarning ko'rinishi hisoblanadi. Қалғанlar дос қалмау үшін мен сіздердің қолыңызға антас форматтағы листтерімен ham сол листке өздеріңіздің топар саныңыз қатынасушылары модарында өтілген темалар бойынша мағлұмат жазуыңыз керек. Her bir sıraya bir mekan var. Sürekli katlanmalar sırada okunuyor. Bu vakya sizlerden kançan yıl ötüp, bu memleketten kançı atağında yer silkiniyor yüz beredi. Каменский дегенде осындай бір уақиялар тарихта ол мемлекет болып есептелінеді, бірақ бұл қала сол мемлекеттің пайтақты. Енді сол мемлекет 20-шы ғасыр басында қайсы екі мемлекетті байланыстыратын халықаралық туннель құрған. Бүгінгі семинар сабағымыз жұмақтарында топарларға бөлінді. Бірінші топар жеңімпаз болып белгіленді. Бірінші топарға актив қатынасқан үшін, тәммесі актив қатынасқан үшін рахмет айтамыз. Бүгінгі сабағымыз Өзбекстан Республикасының ғалестікке ерікті қарсаңында келді. Онда тәммеміз біліп отырған саяси жағдайлар туралы айтылды. Ферғана оқиғасы, Наурыздан, Ош Өзбен, кейін жаңағы 80-90 жылдар аралығында қақтарысы һәм өзгерістер ісі бойынша айтылды. Енді һәрбіріміз білеміз, 1990 жылға келгенде бүкіл Өзбекстан халқының атын ақылап шыққан бұл Өзбекстан Республикасының бірінші президенті Ислам Каримов болды. Яғни ғалестіктің бірінші қадамын қойып берген, халықты бірлестірген, саяси жағдайлардан, кризистен мемлекетті, халықты алып шыққан бұл Өзбекстан Республикасының бірінші президенті, яғни ғалестікті текар салған адам Ислам Абдухамедович Каримов хақында өтілді бүгінгі темамыз. Бұл ғалестікке ерсу қарсаңында темасы еді. Ендігі сабақта ендігі теманы дайындап келесіз. Онда да топарларға бөлеміз. Онда да семинарда топарларға бөліп, актив қатынасатын адамдарды анықтаймыз. Сонымен бүгінгі тема тамам, жұмақтанды.